Баршаңызға сәлем достар. Ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз мейрамымен баршаңызды құттықтаймын. Ақ мол болсын, заманымыз тыныш, бейбітшілік болсын. Бүгін сіздермен Наурыз мерекесіне орай ұлттық тағамдарымыздың бірі Наурыз көженің рецептімен бөліскім келеді. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, рецепт ұнаса лайк басып қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Наурыз көжеге негізінде 7 түрлі дәм қосылып жасалады. Мен 7 түрлі дәм дайындап қойдым. Жүгері, бидай, тары, арпа, құрт, айран және де ет қажет болады. Егер сіздердің үйлеріңізде сүрленген қазы болса, соны қоссаңыздар да өте керемет болады. Ендігі кезекте бидайды, жүгеріні, арпаны ыстық қайнап тұрған су құйып бұқтырып қоятын боламыз. Бетін жауып шамамен 2 сағатқа қойып қоямыз осылай. Міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар. Ендігі кезекте қазанға етті қойып, су құйып қайнататын боламыз. Мінекей біздің етіміз қайнады. Қайнаған соң міндетті түрде көбігін тазалап алып тастайтын боламыз. Көбігін алғаннан соң етті толықтай 2-2,5 сағат уақыт аралығында пісіріп аламыз. Мінекей менің етім пісті. Енді етті сүзіп аламыз да, содан соң тағы да бір сүзгішпен ішіндегі жаңағы көбіктерін алып тастаймыз. Сол арада біздің жүгеріміз, бидайымыз, арпамыз 2-2,5 сағаттай тұрып осылай ісінеді. Енді суын төгіп тастап, бұларды тағы бір 2-3 рет жуып аламыз да сорпамызға саламыз. Ең алдымен бидай мен жүгеріні салып, жақсылап араластырып, осы екеуін 30-40 минут шамасында қайнатып аламыз. Сол арада етімізді 4 бұрышты майдалап, жақсылап турап дайындап қоятын боламыз. Осылай 4 бұрыштылеп әдемілеп турап алғаннан соң бір шетке ала тұрамыз. Құрттың үстіне сорпа құйып, оны 20 минутқа қалдырамыз. Сол кезде жұмсарып тұрады. 40 минуттай қайнаған жүгері мен бидайдың үстіне арпамызды салып, жақсылап араластырып, оны да тағы да 30 минут шамасында қайнатамыз. Сол арада құртымыз дайын болып тұрады. Құртымызды езіп, осылай сұйық құрт жасап аламыз. Мінекей бізде барлығы жұмсарды. Енді соңында тарыны саламыз және де етті салып, шамамен 7-8 минут шамасында тағы да барлығын бір қайнатып аламыз орташа отта. Сорпаның тұзын арасында бақылап отырыңыздар. Аз болса тұз қосасыз, көп болса су қосасыздар. Мінекей достар, біздің өте дәмді наурыз көжеміз дайын болып қалды. Барлық дәндері керемет жұмсарып пісіп шықты. Енді бөлек ыдысқа сорпамызды сүзіп аламыз. Енді ішетін бөлігіңізге ғана айран, құрт қосыңыздар. Сол кезде ашымай ұзақ сақталады. Ең алдымен құртты салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң барып айранды қосып, оны да тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Егер сұйық болған қаласаңыздар, айранды азырақ қосасыздар. Қою болған қаласаңыздар, айранды көбірек қосасыздар. Ас болсын достар. Егер рецептіні соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоға қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, мен қуанып қалар едім. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл.